үйрет бастап. Ойбай, келін байыңа оңашадай қайлашып өліп қалармыз. Ойбай, келін. Айт. Нартай, үйге гүл әпкеп қойды. Гашуға кеп қойды. Екпейсің ба үйдің ішіне? Неғып тұр, әлі егілмеген ба не? Позор! Егем. Ата кәскер. Ай, Нартай, ақыры гүл егіп батыр екесін. Жеміс тал әкебем көшет. Соны есіктің алдына екші. Крижам бар ғой. Ертең оның жемісін бала-шағаң жейді, өзің жейсің ғой, Нартай. Көке, келініңіз қайда? Не қылдың? Продукт әкелген ғой. Айданам! Ой, ана продуктлерді әкеп қойды. Бидай әкелдің ба, бидай әкелдің ба? Бидайға уақыт болған жоқ, көке, айттым ғой, мен жұмысқа барым керек, бастығым шақырды. Ой, базарға тұрып барып тұр, баласамадың ба Ой, енді? соған уақыт болған жоқ. Мақұл, қосыншы. Мен анау ұзын ағашқа батаға апарып әп кеш. Қашан көке? Қазір. Ой, мен уақытым жоқ, жұмысқа кетем, оның үстіне жаңа бензинім жоқ. Машинең бензин бітіп, сілкіп, әрең тоқтадым үйдің алдына. Рас айтам. Енді мен қария болғаннан кейін батадан қап кетсем, Көке, көке, шалдармен ақылдасып өзіңіз бірге барып келіңізші, бірде бір амал жасаңызшы көке. Баука, сонда не, салонға бармаймыз ба не? Қашан? Қазір мен маникюр істетуім керек қой. Болса енді машина есіп. Қазір да қазір келеміз біз. Болса болды, айтпайсың, проблема емес қой жаным. Сен бензинің таусылып қап еді ғой жаңа. Тыңламайды. Айтқан тілді алмайды. Замандас. Бұларды қайтеміз. Сіздерді де солай ма? Бәсе әбіржіп отсыз. Не істеміз бұларды? Бақтық, қақтық, осы дәрежеге жеткіздік. Әуелі Алла, одан кейін атана ғой осылардың осылай шалқып жүргені. Келін жұмсаймыз ба, қайтеміз енді. Осылардың қатындарын жұмсау керек. Қатындары кесін, қазір жанын шығарып тұрып, осы бір жұмсамасам, осы бір соларды сойып, бісміллә. Айналайын, айуан келін, қойшы сен айналайын. Өлә, ата, айуан келін нес? Не етіп кеттіңіз? Жаңа Нартай айтты ғой өзі саған, айуан деді ғой. Айуанға ұқсайсың деді ғой. Айфонға ұқсайсың деді ата. Айфон ба, айналайын, кешір. Келін айналайын, қалай жағдайың жақсы ма? Осы келінім болмаса, менің күнім күн емес. Жанымды тындырып, жан басымды сындырып отырған осы келін айналайын. Сені туған әкең, сені туған анаңнан айналайын. Саған тәрбие берген әкеңнен айналайын. Менің үйімнің алтын босағасы осы келін айналайын. Ей жасаған берген. Ата, ет жейсіз ба? Сол бір апта болды қуырмаш жеп жүрген. Ет жегіңіз келатыр ма? Ет жексек деп қой. Нартай! Тілің жұтып қоймаш. Қорғам жай келесі. Ұспай тұлдасай адамды. Бергел, ата ет жегісі келатыр. Тез қазанға етасыз. Айтпайсыз ба, ет жеймін де обал болды ғой. Ет жейміз. Дұрыс па ата? Жақсы болып қалды, келін айналайын. Не ғой, өзіңе бірден айтайын деп ем. Ата айта беріңіз. Сіздің айтқаныңыз мен үшін заң ата. Айтқанда келін өзіңді жұмсайын деп едім. Жұмсаңыз ата. Мен сіздің әулетіңізге келін болып түскеніме жұмсалу үшін түстім ғой. Жұмсай беріңіз. Келін олай болса, ана қораның іші бар ғой. Мына жерден қиға толды. Малдан обал болды. Соның тезегін ойып, далаға өзің шығарып берші. Өзім, Иә. Нартай! Айтшы, не алды? Қораңыздырда мусор тазаладың. Ішіне қиып неге тазаламайсың? Толып қапты ғой. Ата айтып жатыр. Айтпайсыз ба, көке, айтпайсыз ба? Обал болды ғана малдан. Мына жерге дейін қита тұр, обал болды ғой, айтпайсыз ба? Ой, бұл соны айтам деп ұмытып кетіп, мен ұмытып кетіп. Тазлайым. Дұрыс па ата? Күшті болып қалды. Тағы бірден айтайын дедім. Айтайын дегенім анау көшет әкебем, жеміс тал. Сіз әкелдіңіз бана жеміс тал. Ертең жемісін бала-шағаң жейді, келін өздерің жейсіңдер. Соны егу керек есіктің алдына. Иә. Нартай! Айтшы. Нартай, үйге гүлді ектің. Ана жеміс талын екпейсің ба? Ата әкеп қойыпты ғой. Қосып помидор огурцы егем жаным. Кеттік, егем. Ата дұрыс па бәрі? Танып қалдым, айналайын. Онда мен қамыр илей берейін. Айналайын, көп жаса. Айналайын, қосағыңмен қосағар. Айналайын, ұлдарың оншақты болсын.
Kızların monşaktı bolsun, aynalayın. Aynalayın. Köp jasa, kelin, aynalayın, bakıtlı bol. Selim verdik hatta Oy, tahta. aynalayın, köp jasa. Osu gelinim bolmasa menin günüm emas. Jayımdı jasap oturgan osu kelin, şayımdı jasap. Körpö tösөгümdü salıp, deret kumanımdı жылтып, jay namazımdı jayıp, ömürümdü